Сәлеметсіздер ме достар? Jafra өнімдері туралы видеоға қош келдіңіздер. Менің есімім Лиза. Jafra компаниясының тарихы туралы шамалы айтып кетейін. Jafra компаниясы 1956 жылы құрылған компания. Негізін салған Джин және Фрэнк Дей деген ерлі зайыпты кісілер. Олар Royal Jelly деп аталатын ерекше өнім ойлап шығарады. Бұл өнімді бал арасының аналық сүтінен жасағаны үшін компаниялары бүкіл дүние жүзіне танымал болады. Одан кейін дене мен бет күтіміне әрлеуге арналған өнімдер мен иіссулар өндіріп шығара бастайды. Аюрведа медицинасы. Компания өз өнімдерін Индияның аюрведа медицинасының принциптеріне негізделіп жасайды. Бұл дегеніміз, олар пайдаланылатын өнімдер таза жерлерде ешқандай химиясыз табиғи жолмен өсіріледі. Басқа косметика түрлерінде кездесетін глицерин, пропилен глюколь, жануарлар майы, сүт, жануарларды өлтіру арқылы алынатын өнімдер пайдаланылмайды. Тек қана өсімдік майларын, өсімдік сығындыларын және бал арасының аналық сүтін қолданады. Jafra өнімі табиғи, зиянсыз косметика болғандықтан дүние жүзінің 18 елінде элиталық косметика ретінде пайдаланылады. Мынадай қазақшатты айтып кетсек болады. Косметикаға пайдаланатын өнімдер жиналатын кезде космоспен үйлесе отырып, өсімдіктен кешірім сұрай отырып жиналатын болған. Және өнімді жинар кезде адамдар храмға барып барынша таза күйінде жинауға тырысқан. Jafra компаниясы мен BSC компаниясының бірігуі. 2017 жылдың желтоқсан айынан бастап BSC компаниясы мен Jafra компаниясы бірігіп жұмысын жалғастырады. Екі компанияның да продукциясы өз табиғилығымен ерекшеленеді. Жануарларға эксперимент жасалмайды. Бұл екі компанияның бірігуі бәріміздің табыс табуымызға қолайлы жағдай туғызады. Екі өнімді бір жерден 33% скидкамен алуға мүмкіндік береді. BSC компаниясына тіркеліп, зияны жоқ продукция пайдалануға және үлкен табыс табуға шақырамын. BSC компаниясының биік шыңын бірге бағындырайық. Барлықтарының істеріңе сәттілік тілеймін.